Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздерді бүгін онлайн мектеп білім класс порталына қалай тіркеліп, қалай КТЖ жариялау керек, баға қою керектігін түсіндіретін боламын. Ол үшін Google-ге онлайн мектеп батырмасын басып, білімлендке кіреміз. Осы жерде логин пароліңізді жазып, IT батырмасын басасыз. Осындай бізде бет шығады. Осы жерде мына стрелканы басып, мұғалімге деген батырманы басасыздар. Осы жерде КТЖ дегенді басасыздар. Осы КТЖ дегенді басқан кезде сіздердің жаңа кесте бойынша мына жерде пәндеріңіз келіп шығады. Осы жерден сіздерге мына жерде мынау стрелканы басасыздар. Сіздерге мына тақырыптар көрсетіліп тұрады. Көрсетіліп тұрмайды, оны өзіңіз жазасыз. Енді мына жерде мен екі тақырып қана жазып қойғам. Осы жерде мен, мысалы, мына жерде менде тақырып болатын болса, осы тақырыпты қатынас деген тақырып болса, қатынас деп жазамыз. Мына жерде сабақтың түрі қарапайым сабақ. Мына жерде құру деген батырма, ол үй тапсырманы сіз кітаптан берсеңіз, оқулықтан берсеңіз, құру батырмасын басып, мына жерде тақырыбын жазып, орындау күні бүгін берсеңіз, ертеңгі күні жазып қойсаңыз болады. Мына жерге номерін жазсаңыз болады. Осылай жазасыз. Енді кезекті интерактивтік сабақ деген дүние тұр. Бұл дүниеде сіз жаңа білімлендтен берсеңіздер болады. Я болмаса осы жерден мысалы сабақтың түрін анықтайсыз. Қарапайым сабақ. Бірінші тоқсан болса бірінші тоқсан. Бірінші сабақ болса натурал сан және 0 деп осы жерден бере бересіз. Сақтау батырмасын басып. Енді сіздерге бағаны қалай қою керек? Ол үшін білім класс бөліміне кіресіздер, неме кестеге кірсеңіздер болады, я болмаса журнал дегенге кіресіздер. Осы жерде бір айландырып жіберейік, обновить етіп. Осы жерде сіздердің сыныптарыңыз келіп шығады. Осы сыныпқа кіріп толығырақ деген батырманы басасыздар. Осыны басқаннан кейін математика бөліміне кірем. Мына жерде сыныптың күндері көрсетіліп тұрады. Сабақ өту деген батырманы басасыздар. Журнал дегенге кіресіздер. Осы жерде мысалы Кәусар деген оқушы қанша баға алды, мына батырманы басасыздар. 10 деген болса 10 баға, 7-8 баға болса бағалай бересіздер. Немесе бұл жерде қосымша бізде не ашылған? Пікір қосу деген. Керемет, жарайсың, талабыңа нұр жаусын деген сияқты пікір қоссаңыздар болады. Және жіберу батырмасын басып кетесіздер.